Сабақтың тақырыбы талғамға талас жоқ. Сабақтың мақсаты тілдік құрылымдар негізінде оқушылардың жастар киімі туралы ақпараттық ұғымын кеңейту, тілдік тапсырмалар арқылы оқушы білімін тексеру. Тілдесім барысында мәтіндер мен жаттығулар арқылы оқушылардың эстетикалық талғамын қалыптастыру. Оқушылардың сұлулыққа деген құштарлығын ояту, жинақылыққа баулу, киім күтіміне мән беруге дағдыландыру. Ең алдымен сән сөзіне тоқталайық. Сән дегеніміз қоғамдық өмірдің бір бөлшегі. Әр адамның өз талғамына, қажетіне қарай сәнді киіну мүмкіндігі бар. Тіге білетін кәсіпті ұнататын адам қандай сән болса да өзіне ұнамдысын келістіреді. Талғамға талас жоқ атты бейне таспамызды көрейік. Киім адамның денесіне киюге арналған бұйым, жасанды жамылғы түрі. Киім адамды қоршаған ортаның, табиғаттың түрлі әсерлерінен қорғайды. Киім бұл барша адамға ең қажетті мәдени материалдық зат. Киім үлгілері біздің өсу ортамызға, техниканың, экономиканың өсуіне, ұлттық мәдениет пен дәстүрге, қоғамдық өндіріске байланысты өзгереді. Тапсырма: мәтіннен есімдіктерді теріп жазып, олардың түрлерін ажыратыңыз. Киім аяқ киімді таза ұста. Көйлек, костюм, шалбарлар әрқашанда үтіктелген болуы керек. Киім ілгішті киім өлшеміне лайықтап таңдап, бір ілгішке 2 киімнен артық ілмеу керек. Тоқыма бұйымдарды ұқыпты жинап, жәшікте, шкаф сөрелерінде сақта. Киімдегі кейбір дақтарды өзің кетіруіңе болады. Алдымен қылшық пен шаңын тазалап, сорғыш қағаз арқылы үтіктеу қажет. Туштың, сырдың дақтарын салқын сумен, кез келген жуғыш ұнтағымен жуып кетіруге болады. Жуар алдында бұйымдарды мата түріне, түсіне және кірлеу дәрежесіне қарай бөлу қажет. Қыста киетін сырт киімдердің тазалығы мұқият болуды қажет етеді.